Так, Ubuntu сервер қондырамыз. Так, осындай групп меню шығады. Ең бірінші. So, try or install Ubuntu сервер деген қоямыз да enter басамыз. Так, мына жерде Ubuntu сервер болған соң English дегенге қоям, английскийге. Enter басам. Так, don деп тұр, астында жасыл жанып тұр. So, enter баса берем, сол жерде тұр. Осы жерде де enter басам. Так, enter басам тағы да. Мына жерде де enter басам. Так, мына жерде де enter басам. Мына жерде уже астына түсірем стрелкамен клавиатурада. И continue дегенді басам. Так, мына жерде тапты басам. Ана don деген ең астына donға апару үшін тапты басам клавиатурада. Сол жақта. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рет басқанда donға барады екен. Сосын enter басам. Мына жерде де donда тұр, так, enter басам. И мына жерде стрелканы астына түсірем да continue дегенді басам. Так, ат жөніп жазам. Шуне ат жөніп жаздым да. И пароль соңында екеуі пароль. Өзіңіздің пароліңіз тересіз. Сосын тапты басам. Мына бәрін түсіру үшін тапты басасыз. Мына ат жөніңіз жаздыңыз ғой. Тапты басасыз, түсе береді. Сосын don дегенді ең астына соған апарам. Don деген. И enter басам. Мына жерде де continue деп так тұр, сол үшін enter басам. Так, мына жерде install OpenSSH сервер деп тұр жоғарыда. Соны галочка қою үшін пробелді басам. Сосын тапты басам. Donға апару үшін. 2 рет басқанда donға барады екен. Сосын enter басам. Мына жерде өзіңіз таңдасаңыз болады, любой. Мысалы, мынаны суретке түсіріп алып, сосын артынан интернетте іздейсіз или переводтайсыз. Қандай не қызмет атқаратын алар. Мысалы, оны артынан қондырсаңыз да болады, или қазір сразу қондырсаңыз да болады оны. Так, тапты басам, donға барады. Мен ештеңе қондырмаймын. Don дегенді басам, enter. И содан кейін установка жасап бастайды. Так, reboot дегенге апару үшін тапты басамыз. И астына стрелканы басам клавиатурада. И enter басам. Reboot now дегенге апарамыз. Мына жерде CD-ROM деп шығады. Enter басамыз просто. Осындай файл деп тұрса, қызыл жанып тұрса, enter басамыз. Так, логин, пароль сұрап жатыр. Логин жазамыз. Сосын пароль жазамыз. Сол кіріп кетеді. Так, келесі, егер OpenSSH жоқ болса, онда қондырамыз. Осы команданы орындаймыз. Так, пароль тереміз. OpenSSH-ты қондырады. Егер жоқ болса, қондырасыз өйстіп OpenSSH. Так, PuTTY-ді скачать етесіз. PuTTY деген SSH клиент. Мына ссылка арқылы скачать етесіз. Ол үшін, мысалы, мен жерден скачать етесіз осы. Мен уже скачать етіп қойдым. Орысша тұрында. Так, орысша тұры деген мен мынандай. Мынаны скачать еттім мен. PuTTY деп тұр. Так, енді PuTTY-ді скачать еттім. Так, IP адресті біліп алайық. Так, IP адресті білу үшін IP-A деп жазасыз. IP-A, enter басамыз. Так, біздің IP адресіміз міне тұр. 192. Так, көрсетейін. Міне мына қатарда. 192, 168, 159. Так, PuTTY-ді ашамыз да. Так, 192.160.
168.0.159. И мына жаққа да копировать етіп ставить етем. Сосын сразу паролін жазам. Логин и пароль. И сохранить етем осыны. 22-де тұра береді. Сохранить етем. И кіріп кетем мынаған. Так, не деп тұр? 159.0.159. Ошибка шықты. Давай қайтадан. Мынаны ұмытып кеттім. Точка ұмытып кеттім, точка. Все, көрейік. Да дегенді басам. Міне кіріп кетті. И так, мынаны қондырдық. Через OpenSSH кіріп кетті. Так, и обновить етеміз системаны. Паролімізді тереміз, Enter. Сонымен Ubuntu сервер қондыру бітті.